Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын балды пахлава әзірлейміз. Бұл пахлаваның қамыры өте жұқа, жаңғақтары мол болып шығатын пахлава. Осы рецептпен жасасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Бізге керекті заттарымыз: қамырына ұн, 82% сары май, жұмыртқамыздың сары уызы, қопсытқыш, ванильный қант және қаймақ. Ал салмасына грек жаңғағы. Грек жаңғағын жақсылап тазартып аласыздар. Қант және жұмыртқамыздың ақ уызы керек. Қосымша керек заттар: сары уыз, бал және сары май. Шамамен 3 стакан ұнымызға 180 грамм тоңазытқыштан шыққан сары майымызды үккіштен өткіземіз. Сары майымыз үккіштен өткізілгеннен кейін біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан массамызға 10 грамм қопсытқыш және 10 грамм ванилімізді қосып тағы да бір араластырамыз. Барлығын араластырғаннан кейін ортасын осылай ашып алып, үстіне 1 стакан қаймағымызды, яғни 250 мл, оның үстіне 3 дана жұмыртқамыздың сары уызын қосып, қамыр илейміз. Қамырымызға артық ұн қоспаңыздар. Егерде жабыспақ болған жағдайда жазар кезде аздап ұн қосып жазасыздар. Шыққан қамырды 5 дана бөлікке бөліп аламыз. 2 данасы үлкендеу болады, 3 данасы кішірек етіп, осылай дөңгелетіп аламыз. Шыққан қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Салмасына 300 грамм жер жаңғағымызды майдалап алып, үстіне 300 грамм қантымызды және жұмыртқамыздың 4 ақ уызын қосып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 40 минут тыныққаннан кейін алдыңғы 2 үлкен бөлігінің 1 бөлігін алып жазамыз. Бұл 2 үлкен бөлік бірі астына салынса, екіншісі ең үстіне салынатын болады. Бұл бөліктер қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес болып шығуы керек. Менің формамның диаметрі 40-35 сантиметр. Енді дайын болған салмамызды 4-ке бөліп алып, 1 бөлігін салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді қалған 3 бөліктерімізді кезекпен кезек жұқа етіп жайып, арасына салмаларымызды салып шығамыз. Салмаларымыз біркелкі болып шығу үшін мен осылай пышақтың көмегімен біркелкі етіп жазып шықтым. Енді соңғы екінші үлкен бөлігімізді жазып алып, бетіне салып, лопатканың көмегімен біркелкі етіп тегістеп жан-жағына кіргізіп аламыз. Пахлаваларымыздың бөліктері әдемі біркелкі болып шығу үшін мен осы лайфхакты қолдандым. Шпательдің көмегімен сызып алып, әдемі етіп бөліктер шығардым. Пышақты қатты баспайсыздар, тек қана ең үстіне салынған қамырымыздың бетінен осылай кесіп шығасыздар. Кесіп алынғаннан кейін бетіне жұмыртқамыздың сары уызын жағып шығасыздар.
Пахлаваларымызға саруы жағылғаннан кейін 80 грамм грек жаңғағын бетіне батырыңқырап қойып шығасыздар. Жаңғақтарымызды қойып шыққаннан кейін 180 градусты қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аласыздар. Пісіп шыққан пахлаваларымызды бөліктерге бөлініп тұрған бойынша толықтай кесіп аламыз. Пахлаваларымыз толықтай кесілгеннен кейін 50 грамм сары майымызды ерітіп алып, үстіне 5 ас қасық балымызды қосып, жақсылап араластырып, осы пахлаваның бетіне жағып шығамыз. Сары майымызбен араласқан балымызды толықтай жағып шыққаннан кейін қызып тұрған пешке тағы да 5 минутқа қойып аласыздар. Пеште 5 минут ұстағаннан кейін пахлаваны 8-10 сағаттай суыту керек. Осымен біздің пахлаваларымыз дайын болды. Рецепт сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.